Әйтпесе, біреуге өлім тілеу күнә екенін білемін. Кезекті бір соққыдан кейін Рамазан атаны көрген кезде келген ойлар болар. Үйдегі ойналмаған ойынның есесін Түсіпханның үйінде Тілеукешпен бірге қайтарамын. Көбінесе әрине соғыс ойыны ғой. Қаруды кез келген заттан істеп алушы едік. Кәдімгі носилканың сабын жұлып алып екіге бөлсеңіз, салмақты мылтық болып шыға келеді. Бұл Тілеукештің ойлап тапқаны. Сол қаруды жасап алып, Тілеукеш екеуміз бір күні шпион ұстауға уағдаластық. Біздің тұратын көшенің бір шеті үлкен тас жолға тіреледі. Арғы жағындағы бос алқапқа ол кезде эспарцент шөп егілуші еді. Ол егін шөптің біткен жері қалың жыныс, нутоғай, жұрт оны сорт участок дейтін. Онда жүзімнің түр-түрі өсіріледі. Тілеукеш екеумізге соның ішінде қаптап жүрген оңбаған шпиондар елестейтін. Шпионды ұстасақ аудандық және облыстық газеттерге фотосуретімізді басып, біз туралы мақалалар жарық көреді. Атағымыз облыс түгілі мұқым Қазақстанға таралуы ықтимал. Осы ойлар бізді үлкен ерлікке итермеледі. Келіскен күні кешке екеуміз трассада кездесіп, сорт участокке беттедік. Тәңір сатын салса, бүгінгі кеш нағыз шпиондардың жиналып құтыратын кезі. Біздің мақсат қалайда біреуін ұстап, байлап, матап, Тілеукештің үйіне әкеп қамап тастау. Сосын милиция шақырып атақ пен даңққа, мүмкін ақшаға да мейлінше бату. Екеуміз өлсе де ұшынан оқ ұшпайтын ағаш мылтығымызды асынып алып, ауыр арқанды сүйретіп жолға шықтық. Арқан қанбезер шпионды байлау үшін алынғаны оқырманға түсінікті деп ойлаймыз. Сорт участок алыс екен. Келе жатырмыз. Дала іңірдің бояуын бойына әбден сіңіріп, енді тездетіп қоюлана бастады. Алыста аңғараңдаған бір нәрсе көрінді. Жақындай келсек, Москвич маркалы мәшине. Қуанып кеттік. Іздегеніміз алдымыздан шықты. Москвичтің терезелері буланып кеткен. Бізге ол қанен-қаперсіз ұйықтап жатқан шпионды елестетті. Сұмпайы бандит бізді көріп қалмасын деп еңбектенуге көштік. Жақындағанда ыңырсаған бір дауыс естілді. Буланған терезені сүртіп қалып қарасақ, біздің көптен бері аңсап жүрген шпионымыз бір әйелді тыр жалаңаш шешіндіріп тастап тұншықтырып жатыр екен. Астындағы коммунист әйел шпионның мойнын дәрменсіз құшақтап құтылмаққа әрекеттенген сияқты. Арасында шаршағаннан ба екен, әлгі базбұзардың арқасына саусақтары тайып кетіп, сауырын сипалаған сыйды. Бұл енді біз келмесек өледі екен. Әлгі шпион ағамыз бір түрлі дәу екен, бірақ бар салмағымен әлгі байғұс келіншекті аяусыз жаншиды. Аяғын аспанға көтеріп сап езгілеп жатыр. Соған қарағанда өлтіре бастағанда аяғы кедергі келтірмесін дегені ғой деп қоямыз. Бұлай еңбектеп барып, Тілеукеш екеуміз ақылдасынамыз кеп. Әйелді шпионның жалаңаштап алып өлтіріп жатуы, өлгеннен кейін киімін шешіп әуреленбей-ақ өзенге лақтыра салу үшін керек. Ал енді өзінің шешініп тастауы, ол оқта-текте әлгі әйел тұншығып жатып, құсып қойса киімі былғанбау үшін деп қоямыз тағы. Қысқасы, әлгі қылмыскерді ұстауға бел будық. Есікті мен оқыс ашып қалам да, Тілеукеш, оңбаған шпион жолдас, сіз тұтқындалдыңыз деп айғайлайтын болды. Мен есікті жұлқи тарттым. Құдай-ай, тыр жалаңаш шпионды бірінші рет көруім. Борбиған құйрықтары шылпылдай ма, қайтеді өзі. Мынау тұншықтырып жатыр ма, әлде байғұс әйелдің ішіне темір ме, бірдеме тығып жатыр ма? Қапелімде анықтап үлгергем жоқ. Тілеукештің дауысы саңқ ете қалды. Шпионның астындағы пора-порасы шығып терлеп кеткен әйел қаңқ ете қалды. Шпион өре түрегелді. Ой, мына түн ішінде неғып жүрген балалар ей, деп әлгі дәу мен ұстай қалам деп ауаны қармап қалды. Біз Тілеукеш екеуміз бір-бірімізді айтқызбай түсіндік. Тақиялы періштедегі 5 сом аз ақша емес, бірақ денсаулықта керек демекші. Мына денесі жалпақ шпионға әліміз келмейтіні анық болды. Содан атақ-даңқтан гөрі денсаулықты жоғары қойдық та Тілеукеш екеуміз зытып бердік. Әлгі шпион артымыздан қуып берді. Зытып келеміз, артымызға қарай зытып келеміз. Қорқыныштан аяқтарымыз жүгірмей шпионға болысып келе жатыр. Мылтықты таста деп айғайлайды маған Тілеукеш.
Өзің неге тастамайсың деп мен де тамыз танытпағам. Маған керек ол. Маған керек жоқ па екен? Ойбай, анау келіп қалды, таста, жүгіре алмай қаласың. Бірге тастайық. Ал, жарайды. Мылтықтарымыз шпионға қалды. Қылмыскеріміз Мәйкішең бізді қуып келеді. Мылтық болса кетті. Бірақ арқанды тастауға болмайды. Ол қалаңның арқаны. Оны тастап қалаңның қолынан өлгенше шпионның қолынан ерлікпен қаза тапқанымыз дұрыс емес пе? Таста арқанды, қалаң өлтіреді. Өлтірмейді. Біздің үйдегі арқанды аласың. Сендердікі қалаңдікіне ұқсамайды ғой. Ту, сенде атасташ айналайын. Өлтіреді, анау түрі жаман екен деп қояды менен оқ бойы алда келе жатқан Тілеукеш. Тастамаймын, ұстап алып өлтірсін. Мен сен ауылға бар да елге хабарла, ертең журналистерге айтсын. Пәлесін қарай көр, өзінің жалғыз атақты болғың келеді ғой екен ғой. Әкел арқанның бір шетін. Шпионның күші әйелді тұншықтырғанға кетіп қалған болуы керек. Бір кезде жұдырығымен ауаны ұрғылап қалып қойды. Біз аяқтарымызды сүйретіп үйге әрең келдік. Ертесінде елге мақтанышпен айтып отырсақ, бәрі ду-ду күледі. Бізді ешкім елік жасады деп отырған жоқ. Қызық, содан бері шпион ұстау кәсібінен Тілеукеш екеуміздің де көңіліміз қалды. Тимур. Бір күні Тілеукеш үйге жүгіріп кіріп, жүр, біздің үйге бір төбелескіш бала келді, менен қаймығатын түрі жоқ. Ұрайын десем туысқан, қалған балалар үркіп қапты, сен соны бір көрші деді. Төбелестесе тұратын мен бе? Жарайды деп атып шықтым. Тілеукештің үйінің есік алдында бір топ өзіміздің балалар жиналып қапты. Ортасында қара торы шымыр біреу тұр. Басына лента тағып апты. Үрпейісе барып таныстым. Ол қолымды қатты қысып тұрып атын айтты. Тимур. Ақберген. Біз оны Акош дейміз деп муриттерім шулақ бая берді. Төбелес аласың ба, деді Тимур. Конечно. Қан шыққанша ма, жан шыққанша ма? Жан. Кеттік. Кетсек кеттік. Тілеукештің қорасынан артына бардық. Мен де ешқашан төбелестің алдында басқалар айтатындай дірілдеу қалдырау деген болмайды. Қалаңның алдына бара жатқандай сабырлымын. Анау біртүрлі қобалжып келе жатқан секілді. Балалар мен туралы аңызбен қорқытып тастаған болу керек. Тұрдық, басталды. Жақсы төбелеседі екен. Тек бір кемшілігі көзін жұмып ап, шабуылдай береді екен. Бір сәті келгенде артына шығып кетіп, желке тұсынан қалаңның кәнігі тәсілін қолдандым. Миы аузына түсті ғой дейім. Жан шықты деп айғай салды. Уәдеде тұрамыз, тоқтадық. Тимур Тілеукештердің алыс бір туысының баласы екен. Өздері Рудный деген бір қалада тұрады. Жүріс-тұрысы қалалық болғанымен, жүрген жерде төбелесе беретін нағыз батыр екен. Бір күні Тимур құлақты жеңіп кетіпті деген әңгіме гу ете қалды. Құлақ дегеніміз 7-8-гі март деген сотқар. Одан Тілеукеш те мен де қорқамыз. Менің маңдайымда тыртық бар. Ол Марат құлақтың өмір бойы мені ұмытпасын дегендей салып кеткен таңбасы. Қолына тиген затпен ұратын бір қояншы өзі. Сол бір күні менімен төбелеспекші болды. Дұрыстап төбелескенінің орнына жерден бір қиыршық тасты тауып, әй-шәй жоқ, тура маңдайыма бір-ақ қадасын кеп. Сосын әлгі жалғыз маңдайды ауруханаға барып тіктіргеніміз есімде. Шешемнің қан қысымы 2 күн қатарынан көтеріліп пәле болған. Сол құлақты бізден 2 жас кіші Тимур соғып тастапты. Міне ғажап, жүгіріп Тимурға барсам, мойын әлгі Мұрат тістеп тастапты. Одан қайтып тұрған біздің жауынгер жоқ. Маңғаздана қарайды. Құлақты Тимур астына 2 бүктеп тепкілеп тастапты. Біздің көшеде бүгін той, себебі ана көшенің көсемі Марат Құлақ. Енді ол көшенің балалары бізге қарайтын болды. Себебі жеңімпаз біздің көшенің қонағы. Тілеукеш, Тимур және мен өлгенше дос болуға серттестік. Ала жаздай ұмытылмайтын сәттерді басымыздан кешірдік. Тимур сабақ жақындағанда үйіне қайтатын болды. Шығарып салуға Тілеукеш екеуміз Үржардың шетіндегі вокзалға бардық. Жанары мөлдіреп бізбен ұзақ қоштасты Тимур. Өзі бір өссе көрікті жігіт болайын деп тұрған бала. 2 аптадан соң Тілеукеш үйге жылап келді. Тимур жол апатынан қайтыс бопты. Ағам қайтқан кезде бір жылағаным бар. Тимурдың қазасын естіген мен есім қалмай еңіредім. Бала кездегі кіршікті достықты
қиынның қиыны екен. Әлгі күнге дейін Тимурдың отты көздері мен әдемі күлкісін, тапқыр сөздері мен жарасымды қалжыңын сағынамын. Бақұл бол, періште досым, бақұл бол, мен сені ешқашан ұмытпаймын. Лениннің неменесі. Мұғалім бізге октябряттыққа өтесіңдер, Ленин аталарыңның басы қашалған төсбелгі алып келіңдер деген. Үржардың универмагынан шешем маған әлгі белгіні сатып алып берді. 5 бұрышты белгінің ортасында дударбас бала Ульяновтың бейнесі сомдалған. Жан жағында күннің шапағы шашырап тұр. Сүп-сүйкімді төсбелгі жалт-жұлт етеді. Мен Лениннің үмбеті болға дайынмын. Бір-бірімізге төсбелгілерімізді көрсетіп мақтанып жүрміз. Келесі аптаның дүйсенбісіндегі салтанатты рәсімді асыға күтудеміз. Біздің сыныпта Кузьмина Оксана деген немістің әппақ қызы оқитын. Мен ең алғаш рет оған орыс тілінде шатып-бұтып өлең шығарғанмын. Көзі зеңгір көктей тұп-тұнық еді. Алдыңғы партада отыратын. Сабақ үлгерімі кілең 5. Тәртібі үлгілі, өзі нәп-нәзік аққудың балапанында еді. Мен оны жақсы көретінмін. Алайда ол мені қазақ деп менсінбейді. Кейін ол да Алишканың артынан Германияға көшіп кетті. Сол Оксананың төсбелгісі бәрімізден өзгешелеу болып шықты. Қып-қызыл 5 жұлдыздың ортасында Лениннің басқа мүлде бөлек салынған суреті бар. Бәріміз аң-таңбыз. Біздікі ескі төсбелгі. Мен сондай төсбелгі табамын деп ант іштім. Өйткені менде де сондай төсбелгі болса, ол Оксана екеумізді ортақтастыратын, жақындастыратын дәнекер болады деп есептегем. Содан іздеуге көштім. Таныс туыс туғандарымның бәрінен сұрап шықтым. Табылмады. Универмагта да жоқ. Көрші Ғалидің қызында бар болып шықты. Ол бізбен қатар оқитын. Бірақ Абай атындағы қазақ мектебінде. Бізді хақолсыңдар деп мазақтайтын ылғи. Аты Меруерт. Біз оны Мико деп атайтынбыз. Сонымен Микодан төсбелгіні жалынып сұрап жүрмін. Оның айырбастағысы жоқ. Әкесі арнайы Семейден әкепті оны. Қызым ерекшеленіп жүрсін дегені ғой. Өзім білетін барлық қолық сұмдықты қолданып бақтым. Түк шықпады. Есіме оның ирис кәмпитті жақсы көретіні түсті. Баяғыда Миконың маған 2 мөшек ирис кәмпитті әкеп берсе де, мен оны 1 сағатта тауысып бітірем дегені жадыма оралды. Оны алатын мен де әрине көктейін жоқ. Бірақ мөшек болмаса да 1 килограмм алмақ оймен шешемнен ақша сұрап едім, бермеді. Қазір кемпірдің құр сандығында дүние жүзінің барлық таңғажайыбы сақталып тұратындай елестейтін маған. Ішінен 1 килограмм ирис шықпауы тіпті мүмкін емес екенін ішім құрғыр сезеді. Соған ұрлыққа түсетін болдым. Алайда оның кілтін қолға түсіру төсбелгіні ұмытудан да қиынға соқты. Ұрлыққа ебім жоқ екенін байқаған соң басқа амал қарастыруыма тура келді. Қара кемпірмен бір үйде тұрсақ та екеуміз де бір-бірімізді байқамай жүре беретінбіз. Оған менің кей қылығым оғаш көрінгенде ғана сол жағына шырт түкіріп дәмпіш мұрынын тұржита қалатын. Ол маған ештеңе демейді. Мен одан еш нәрсе сұрамаймын. Өзімізбен өзіміз ғұмыр кешіп жатқан жайымыз бар. Бұл қара кемпірдің есімі Мәстен. Қалаңның әкесі үлкен молда болған кісі екен. Сол кісі Қытайдан бері қарай ауғанда әйелі арғы бетте қалып қойыпты. Шеттей бала-шағасымен Қытайлардан қашып келе жатып, шекара маңында қоныстанған қырғыз ауылын уақытша сағалаған көрінеді. Мәстен сол қырғыз ауылының қызы, сол жерде бірін-бірі ұнатып, қосылған десіп отыратын Қалаңның туыстары. Мәстен бала көтермеген күйі Қалаңның әкесі қайтыс болғанмен, осы үйге адал болып қала беріпті. Бұл қара кемпір өте өжет еді. Өңкейген Қалаң кейде ішіп кеп, елдің мазасын әбден алып болғанда сахнаға Мәстен шығушы еді. Орнынан оқыс көтерілген бойда жұдырықтай кемпір Қалаңның аяғынан шалып жіберіп, еңгезердей еркекті тоңқала басыратын. Сосын үстіне мініп алып, жұп-жұмыр кішкентай жұдырықтарымен бет-көз демей былшылдатып ұратын. Бұл әдіс Қалаңға сиқырдай әсер етіп сауығып кететін.